жарқыра самға жас түлектер тақырыпты осы тақырыпты алдық. Ортаға ең бірінші жұмысымызды бастау үшін былайдан шығыңыздар ортаға. Ол жақта отырмайсыздар, сіздердің орындарыңызға. Оң жақтағы көшіңді жақта. Оң жақтағы көшің қайда? Оң жақ, сол жақ. Сол жақтағы көшіңді жақта. Оң жақтағы көршіңе бір жымайып. Оң жақтағы көршіңе бір жымайып. Оң жақтағы көршіңе оң көзіңді. Оң көзіңді қысып. Шапалақты ұрайық деп бастадым. Осы неге жазылған іс-әрекетті жасаймыз. Сыныптастарға қатысты. Бастай беруге біреу. Әртүрлі іс-әрекетке жазылған. Үнемі көріп жүретін адамды құшақтан, Нұрайымды құшақтан. Иә, Нұрайым. Бинұр. Сыныптағы ең сүйкімді адамды құшақтан. Сыныптағы бәрін ұйымдастырып жүретін адамды құшақтан. Организатор. Мерей. Сыныптағы әзілқой адамды құшақтан. Кім екен? Бағдәулет. Сыныпта барлығына көмектесетін адамды құшақтан. Кім екен? Нұрай. Жоқ деп айта алмайтын адамды құшақта, менде біреу емес, көп қой негізі. Сыныптағы ең әдемі адамды құшақтан. Әдемі. Олай болса, демеш шықпада санаймыз 1, 2, 3 деп. Солай санайықшы, ұмытып қалмаңыздар, сандарыңызды. Бірінші, екінші, үшінші деп. Ана бірінші топқа алыңыздар. Екінші санағандарыңыздар жасаймыз. Екінші топқа алыңыздар, үшке санағандар мына топқа алыңыздар. Бізде осы министрлік сұрағын беріп тұрған ғой. Ұқыптылық, тәртіп, жауапкершілік деген осы сіздердің ойларыңызда болды ма? Осы таңдау кезде болсын, ол нені білдіреді деген бір екі адамда пікір алсам. Еркін, дұрыс деп сіздерді ешкім кінәламайды. Ойларыңызды ашық айтуға үйреніңіздер. Жауапкершілік, өйткені сен болашағыңа деген жауапкершілікті пәнді таңдау арқылы сезіне бастайсың. Ұқыптылық ол ең басты деп ойлаймын. Жоспармен, планмен, тәртіппен жүрген кезде сен арманыңа, болашағыңа, жоғары балл жинауға үлкен қадамдар жасайсың. Иә, жауапкершілік, тәртіп, ұқыптылық деген сияқты. Бір деп алайық. Мынау сенің күнде сабақтан 5 алған баға. Мынау сенің спортқа қатысқан жетістігің. Мынау сенің күнде ұйқыдан бір сабаққа келгенің. Мынау сенің олимпиада болсын, қайбір неден алған жеңістері. Мен жаңа айттым, мына не деген сан шықты? Миллион деген сан шықты. Миллион. Мына егер, мына мен бірді өшіріп тастасам, мыналар не? 0 неге тең? Жалпы 0 деген ол ештеңе деген білдіреді, 0 деген сан жоқ деген білдіреді. Егер мынау бір жоқ болса, біздегі мынау сенің жетістігің, спортқа барғаның, ойыңызда мына 1 деген сан болмаса, бізде қалар жойылып кетеді. Сол сияқты мен айтып тұрмын, жаңағы айтқан мына жердегі жауапкершілік, тәртіп деген осы жерде болған кезде бізде бірінші топ сіздер мамандық таңдауда. Екінші топ мамандық таңдауға қандай факторлар әсер етті? Үшінші топ егер де мен координатор болсам, орталарындағы бір мамандық алып, соны насихаттайсыңдар. Қандай факторлар әсер етті? Бізге берілген тақырып жалпы мамандық таңдауда қандай қасиеттерге егілген дұрыс. Ең бірінші біз өзіміздің бала кезден кетіп қалып жатқан мамандықтарымызды таңдау. Одан кейінгі біз екінші маңызды зейін қоятын зат, бұл бізде болашағы бар мамандық таңдау. Келесі бойыңдағы қасиеттерге, сенің икемділігіне, өзіңнің қалайтын мамандығыңа қарай сол саланы таңдау. Ең біріншісі талант деп ойлаймыз. Себебі адамның бойында талант болмаса, өзіне бейім іс болмаса, онда ешқандай саланы маманы бола алмайды. Қызығушылық, мысал ретінде мен химия пәніне жақсы болсам, онда мен химия пәніне талантым бар, және де химия пәніне қызығушылығым бар. Сол себепті мен осыған байланысты мамандық таңдауға да алда әсер етеді. Мұғалім мамандығын алдық. Егер де мен мұғалім болсам, ең біріншіден сабақтарымды креативке толы қылып өткізуге тырысам. Одан кейін оқушылармен практикалық жөнінде де көбірек жұмыс жасаймын. Және де оқушының қабілетіне қарай отырып, оған белгілі бір дағдыны қалыптастыруға тырысамын. Екінші топ отырайық. Алдыға ұмтылуға өздеріңізге бір жақсы қасиеттер, тілектер болсын, соны жазып ашасыздар. Дұрыс, белсенділік. Сосын белсенділік деп алды. Ал тәрбиеге келетін болсақ, ол бізде талап, тәртіп, сосын талпыныс және тәрбие. Біздің білімімізді тексеруге арналған тест деп айтсақ болады. 9-шы сыныпта болады, 10-шы сыныпта болады. Бізде емтихан бұл біріншіден еңбек. Біз оған дайындалу үшін біз қаржылай еңбек етеміз, білімге бөлуге мүмкіндік. Біліміміздің қандай дәрежеде
нәтиже екенін көру үшін бұл тамаша мүмкіндік деп есептейміз. Біріншіден тест дегеніміз бұл біздің ұбт-ға дайындық алдындағы пробный десек те болады. Бірінші біз осы ұбт жолына деп алсақ, біз талаптанамыз. Сол нәрсеге өзіміздің жаңағыдай талпынысымызды саламыз. Енді мына бір қарап беріп тұрмын. Бірімізден алыңдар. Бір қарап. Мен үшін ұбт. Мен үшін ұбт болашаққа бір қадам. Мен үшін ұбт ол жоғары мүмкіндіктер және өзімді тұлға ретінде қалыптастыру. Үшін ұбт бұл көп жылдар бойы жасаған дайындықтарымыздың жемісін көріп, қоғамда өз орнымызды табу. Үшін ұбт үлкен өмірге жетелейді, ең бастысы біріміздің. Үшін ұбт жаңа айтып жатқандай біздің өміріміз үлкен этаптардан тұрады, сол этаптың бастамасы. Болашаққа бағдар беретін шағын сынақ. Мен үшін ұбт ол үлкен өмірге қадам басу, мүмкіндік және жарқын болашақ. Менде қойма бункер жаттығуым. Мына жерге маған шығады бір журналист, бір психолог, бір тігінші, бір бизнесмен. Қойма. Сол жақта қалып қойдыңыз. Араларыңыздан осы 11 мамандықтың 4-еуін ғана алып шығуға. Сендердің барлықтарының қауіпсіздіктері менің қолымда болады. Және де осындай басқа да бір, например, шабуылдардың кезінде сіздердің андай қауіпсіздіктеріңді және де денсаулықтарыңа андай зақым келмеу үшін сендерге қарауға болады. Мен дәрігермін. Мен любой жерде, любой уақытта, любой мезгілде керек боламын. Сендердің барлықтарың менен білім алдыңдар. Мен сендердің екінші аналарың болдым. Тревожный болады, депрессия болады. Осындай нәрсеге маған жүгінсеңдер, мен сендерді емдеп беремін. Мен сендерге қолдау көрсетемін. Сендерді жаңағыдай, яғни мынау тыл болса, тылдың ар жағында мен сендерді яғни қайрап, яғни бір жігер беріп, сендерге совет беріп, яғни барлықтарының жілік майларыңды жазып, жақсы қасиеттеріңді жіктеп мақала жазатын боламын. Келесі ұрпаққа қалатындай сендерді адам танитындай етіп, Шыққаннан кейінгі өмірлеріңізді ойласаңыздар, жазып қаруды бар емес па, ақшаң болса ше, бүйтіп ойласып кешіп те болады. Шыққаннан кейін өмірлеріңіз мал болады ғой, короче. Сол үшін бизнесменді Жұмыс беремін деп тұр ғой сендерге. жұмыс береміз және ақша береміз. Кішкене қобалжып естейді да, сол кезде көңілді, шамада егер көңілді ән айтып, өзің ұнайтын неңді тыңдайтын болсаң, қауіпсіз сезінесің да. Заңгер ретінде бастайтыным, 4 адамды ұсынатын болсам, ең бірінші бизнесмен жаңа айтып тұрғандай, біздің ақшамен де барлығын шешіп алуға болады. Екіншіден, ұсынатын мұғалім, яғни сол бизнесменді де шығаратын мұғалім. Үшіншіден, мен өзімді ұсынар едім. Себебі бұл жерде бизнесменнің де, мұғалімнің де алдыға жетелейтін, яғни біздің өміріміздің, болашағымыздың, Қазақстанның дамуы үшін осы заңгердің де атқаратын жұмысы өте жоғары. Бизнесмен шықты, дәрігер, мұғалім және заңгер шықты. Неге менде біреуің мына мамандықты мынаны аламын деп жатсыздар. Бірақ әр адамның мамандығын сыйлау үшін, құрметтеу үшін алдым. Біздің әрқайсысы мамандық иесі бар ғой, елімізде мыңдаған. Соларға дейін бір құрмет болу үшін алдым. Мысалға біреуіңіз анау керек емес, мынау керек емес те, сол бәрі деген мамандықтың жаманы жоқ, бәрі керек. Сол үшін де мен сыйласын әр мамандықтың қырын несін білсін деп сіздерді соған шақырдым. Рахмет. Психологиялық кеңестер айтқым келіп тұр. Бір кемпірінен шал болады. Басы қалай? Сосын айтады. Маған бауырсақ істеп берші деп атасы әжеге айтады. Сөйтіп олардың балалары болмаған дейді. Әжесі жаңағы тістің түбін қырып сөйтіп бауырсақ пісіріп берді. Бұл жерде бірінші кеңес айтып біздің мамандықты бәрін таңдап болыңдар. Қай пән таңдап болыңдар десек те бірінші кеңесім. ұбт пәнді таңдау бойынша саналы қара дұрыс жоспарлаған маңызды дейді. Мынандай мақалға келтіргім келіп тұр. Қарға қазға беріп тисе, сирағысына немесе көрпеге қарай көсіл деген сияқты. Яғни біз өзіміздің шамамызға келгенше пәнді мамандықты таңдауымыз керек. Сөйтіп бауырсақты пісіріп, терезенің алдына қойса бауырсақ не істейді? Қашып кетеді. Екінші кеңес. Жалпы дайындалып жатсыздар, 3 ай уақыттарыңыз бар. Сабақтан қашуға, қалуға болмайды. Неге? Адал жүріп, адал тұр, адам баласының ең жаманы талапсыз деген мақалмен. Бауырсақ келе жатса алдынан кім шығады? Қоянда, аюда, қасқыр бәрі шығады ғой. Сөйтіп олар не істейді? Қорқытады. Өлең айтып бере ма? Қорқытады. Бұл жерде үшінші кеңесім, біз қашпау, қорықпауымыз керек. Мұғалімдермен тығыз қарым-қатынас жасаңыз, ізінен қалмаңыз. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан деп бекер айтылмаған. Только не істейді. Қандай оны? Жеп, қу, айлакер. 4-ші кеңес, өмірде жақсы мен жаман, ақ пен қара деген нәрсе болады. Соны біз өзіміздің адамдардың ниетін қалай білу керек деп болашаққа сендерге кеңес. Өмірде әртүрлі қиындықтар болады. Сынақтар болады. Сол қиындық сынақтан өтіп кетіп, намыс пен бойыңдағы абыройды сақтап, өміріңе қауіп төндірмей, өміріңе немқұрайды қарамай, өмір сүруге қарай
деген 5-ші кеңеспен қорытындылап келеді. Менің айтуым бойынша тез жасаймыз. Ішке, сыртқа, ішке, сыртқа. Кім басып қалыпсы? Сыртқа, ішке, сыртқа. Сыртқа, ішке. Бірнеше адам шығады, қозғалып шығамыз. Ішке, сыртқа. Бәрі келеді. Және мына суреттерді қазір бәріне телефонның артына ескерткіште беремін. Келесі. Абай атамыз айтты, анауы айти. Ақкүл сенің қолыңнан бәрі келеді. Есбол саған Ақкүл мықты психолог боласың, егер де іздесең. Самат сенде бәрі келеді. Нұрай, сенде мықты маманиша, журналист. Ақбота сенің қолыңнан бәрі келеді. Нере сенде мықты мұғалім шығады. Радия, сен мықты дәрігер бола аласың. Нұрай, саған дәрігер бола қандай жараса? Бибар сенің қолыңнан бәрі келеді. Мұхаммед сен мықты қаржы осы суретті оқуға түскеннен кейін осындай жақсы маман иесі болып, осындай әдемі де болып жүрулеріне мен шын жүректен тілектеспін, шын жүрегімнен беріп жатырмын. Қалай? Ары қарай идеалға жету үшін, өзіміз ұлытыдан сәтті жоғары баға алу үшін, өзіміздің ұлытыда жетістікке жетейік, әрімен қорытындыласақ. Болған бастау алған күрегіміз, әзен шашу шашайық. Болашаққа қанат қаққан тілегіміз, толы тілегіміз, бәрімізге дайын, көрген айлы уайым, ұлытыдан жетістікке жетейік. Жағымызға сенімділік серік болсын, бірлігіміз әрқашанда берік болсын. Басымызға бақыт құсы келіп қонсын, асулардан азайық. Болашаққа қанат қаққан тілегіміз, орындалсын үміт толы тілегіміз, бәрімізде дайын, көрмей қайғы уайым, ұлытыдан жетістікке жетейік. Басындағы көңіл күй мен қазіргі көңіл күйді бір қимыл немесе бір сөзбен көрсетсеңіздер. Былай или былай ма? Сыныппен өткізілген талақ барысының жұмысым осымен аяқталды. Оқушылар, сіздерге рахмет. Өздерінде бір жақсы әсері бұл көңілді бір тергіту деп қабылдаңыздар. Менен жаңағыдай болашаққа бір мамандыққа ұмытыға байланысты сіздерге бір жігер серпіліс дейді ғой, сол мақсатта жаңағыдай өткізген жұмысым деп қабылдаңыздар. Әлі де жұмыстар алда болады. Мен сіздерге сенемін, мықты маман иесі боласыздар. Құрметті жиналған қауым, апай сізге көп рахмет. Осылай біздің көңіл күйімізді көтеріп, сабақтан ойымызды бөліп, бізбен арнайы осы 11-ші сыныптармен бөлек іс-шара өтіп жатқанымызға, осы іс-шарада өткен әрбір жасағаныңыз біз үшін өте ерекше, әрқайсысы көңіл көтерерліктей болды. Болашақта осындай еңбектеріңізді ақтаймыз деген сенімдеміз. Айтып жатқан тілектеріңізге көп рахмет. Құдай қаласа, ұбт-дан барлығымыз жоғары балды иеленіп, грант бұйыратынына сенімдімін. Бүгінгі жұмыс өте керемет, жоғары деңгейде өтті. Барлығымыздың сабақтан ойымыз бөлініп, алдыға деген мақсаттарымыз айқындала түсті. Өзіміздің ойымызбен бөлісіп, біраз серпіп қалғанымыз бар. Көрермендерге және ұйымдастырушылар апайымызға алғысымыз шексіз. Ой жазып, шамалы ойымызды сәл-пәл бөліп, сізге көп рахмет. Ұйымдастырып жатқаныңызға, көңіл бөліп жатқандарыңызға. Балдар дайыс кетіп жатыр ғой енді. Кәдімгідей сабаққа кіріп кеттік, және де көбінесе ойымыздың бәрін мынандай нәрсені заттау керек, мынандай нәрсені бүкіл керек. Енді кәдімгідей осы жерге келіп өзіміздің ойымызды айтып, кәдімгідей жеңілдеп және де демалып қалдық. Көп рахмет. Бүгінгі жұмыс қандай керемет, иә балалар. Сендер түгіл біздің өзіміз демалып қалдық. Эльмира апайларға көп рахмет. Тамаша. Барлықтарыңызға да бір ойларыңызда кішкентай болса да қорқынышты сейтті ғой, иә. Сенімділікті күшейтті ғой. Өздеріңізге деген бір міндет жүктелді ғой. Сұратын жоқ, тамаша жұмыс. Енді мектепте осы жыл көлемінде әртүрлі жұмыстарға қатысамыз ғой енді. Соның ішінде бір қайталанбаған тренингтер болды, иә, бұрын көрсетілмеген ойындар ойналды сіздермен. Осы жұмысты ұйымдастырудағы бір керемет ізденісің үшін, осы жұмыс үшін көп рахметімді айтамын. Әрине, мықты мамансың. Біз енді осындай жұмыс өткізбесе, ол Эльмира апайлардың, Эльмира апай емес онда. Сондай жұмыс өткізу керек.